Құрметті студенттер мен оқытушылар, бүгінгі дәрісімізде Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті атынан қоғамдық шаруашылық нысандары және ақша тақырыбын тереңірек қарастырамыз. Бүгінгі дәріс жоспары келесідей: алдымен натуралды және тауарлы шаруашылықтың мәні мен эволюциясын талдаймыз. Содан соң тауардың қасиеттері мен құн теориясына тоқталып, соңында ақшаның қызметтері мен қасиеттерін егжей-тегжейлі зерттейміз. Шаруашылықтың екі негізгі түрі бар: натуралды шаруашылық және тауарлы шаруашылық. Бұл екеуі экономикалық жүйелердің қалыптасуы мен дамуында маңызды рөл атқарады. Әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. Натуралды шаруашылықта өндіріс негізінен өз қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталса, тауарлы шаруашылықта өнімдер айырбас үшін, яғни нарықта сату үшін өндіріледі. Бұл екі жүйенің арасында экономикалық қатынастар мен еңбек бөлінісі бойынша айқын айырмашылықтар бар. Натуралды шаруашылық – бұл адамдар өз қажеттіліктерін өзі өндірген өнімдер арқылы өтейтін экономикалық жүйе. Мұнда өндіріс, бөлу және тұтыну циклдары бір шаруашылық ішінде жүреді. Заманауи өндіріс әлдеқайда күрделі және еңбек бөлінісі тереңдеген тауарлы өндірістің дамыған түрі болып саналады. Натуралды шаруашылықтың негізгі ерекшеліктері еңбек бөлінісінің әлсіздігі, өнімдердің өзара айырбасталмауы және өндірістік күштердің төмен деңгейі. Өндіріс ғасырлар бойы өзгеріссіз қалып, көлемі мен түрі ұлғаймаған. Тауарлы шаруашылық – бұл бүгінгі таңдағы экономикалық қызметтің ең кең таралған түрі. Мұнда пайдалы өнімдер нарықта сату үшін өндіріледі. Бұл экономикалық қатынастар жүйесін қалыптастырады. Дайын өнімдер басқа тауарларға айырбастау үшін нарыққа шығарылып, содан кейін тұтыну аясына енеді. Тауар – бұл айырбас арқылы қоғамдық қажеттілікті қанағаттандыратын, еңбек арқылы жасалған кез келген өнім. Оның айырбас құны болады, яғни нарықта басқа тауарлармен салыстырылып, тең өнімдерге айырбасталуы мүмкін. Ақша – бұл айырбас құралы ретінде барлық адамдармен қабылданатын және басқа тауарларды немесе қызметтерді бағалауға қызмет ететін кез келген тауар немесе символ. Ол экономикалық қатынастардың өзегін құрайды. Ақшаның тарихы тереңде жатыр. Біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырда ғұндар күміс пышақтарды ақша ретінде пайдаланған. Кейіннен олар алтын және күміс құймалармен салық төлеген. Орта ғасырларда жібек жолы бойында түрлі теңгелер соғылып, айналымға енген. Ақшаның 3 негізгі қызметі бар: айырбас құралы, құн өлшемі және құн сақтау құралы. Бұл қызметтер ақшаның экономикадағы орталық рөлін анықтайды. Ақшаның негізгі 2 түрі бар: толық құнды ақшалар, яғни нағыз ақшалар, және толық құнсыз ақшалар, яғни құндық белгілері. Бұл бөлініс олардың ішкі құнына негізделген. Толық құнды ақшалардың номиналды құны оны өндірудің нақты шығындарымен сәйкес келеді. Мысалы, біздің заманымызға дейінгі 640 жылы Лидияда соғылған тиындар немесе мыс, күміс, алтыннан жасалған металл ақшалар осыған жатады. Толық құнсыз ақшалар – бұл олардың номиналды құны оны өндіруге кеткен шығындардан әлдеқайда жоғары болатын ақшалар. Мысалы, қағаз ақшалар мен электронды ақшалар осы санатқа жатады. Ақша экономикада өте маңызды рөл атқарады. Ол тауарлар мен қызметтердің қозғалысын жеңілдетіп қана қоймай, экономикалық қатынастардың негізін құрайды және қоғамның тұрақты дамуына ықпал етеді. Заманауи экономикада ақшаның 5 маңызды қызметі бар: құн өлшемі және баға масштабы, айналыс құралы, төлем құралы, қорлану және жинақ құралы және әлемдік ақша. Бұл қызметтер оның әмбебаптығын көрсетеді.